Ассаламу достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын UFC Fight Night'қа арналмақ. UFC Fight Night'тағы басты main event бұл ерлер арасында орта салмақта өтетін қарымта кездесу. Нөмір 8-ші орында тұрған италиялық Марвин Виттори мен нөмір 11-ші орында тұрған грузин жауынгері Роман Долидзе арасында өтетін екінші кездесу. Я, достар, бұл жауынгерлердің бірінші кездесуі UFC 286 турнирінде орын алған болатын. Дәл сол турнирде Марвин Виттори Роман Долидзені төрешілердің шешімімен жеңгенін білеміз, достар. Бірақ бұл бастысы емес. Біз үшін бастысы осы Fight Night'та өнер көрсететін жартылай ауыр салмақтағы отандасымыз Диар Нұрғожайдың UFC-дағы алғашқы дебюттік кездесуі болмақ, достар. Достар, бұл шығарылым барысында біз бас аяғы 4 қана кездесуге тоқталатын боламыз. Әрине, біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу бұл отандасымыз Диар Нұрғожай өнер көрсететін 205 фунт салмақтағы кездесу болмақ. Өзіміз білетінде Диар Нұрғожайдың алғашқы UFC-дағы кездесуінде қарсыласы бұл бразилиялық Брэнсон Рибейро екенін білеміз. Брэнсон Рибейро бас аяғы карьерасында 23 кездесу өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетіп, 7-еуінде жеңіліске ұшыраған. UFC-да бас аяғы 3 кездесу өткізген. Біз білетінде Брэнсон Рибейро 2024 жылы бас аяғы 3 кездесу өткізіп, оның 2-еуінде жеңіліс тауып, 1-еуінде жеңіске жеткен. 2024 жылының ақпан айында өткізген алғашқы дебюттік кездесуінде қытайлық Жаң Миньянға нокаутпен жеңілген, ал одан кейінгі кездесуінде өткен жылдың маусым айында өткен кездесуде Дағыстандық Магомед Расул Гаджиевқа төрешілердің шешімімен жеңілген білеміз. Ал өзінің соңғы кездесуінде Брэнсон Рибейро Кайо Мачадоға қарсы өткен кездесуде төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Ал біз білетіндей отандасымыз Диар Нұрғожай бас аяғы карьерасында 10 кездесу өткізіп, 10 кездесуінің барлығында жеңіске жеткен. Яғни атап өтерлік нағыз мықты жауынгерлеріміздің бірі, достар. Диар Нұрғожай! Бұл кездесуде әрине сарапшылардың көбісі делік біздің отандасымыз Диар Нұрғожайды фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетінде Диар Нұрғожайдың жалпы тік тұрып төбелесу стилімен бокс стилінің өте керемет екендігін де білеміз. Сонымен қатар біздің жауынгердің жалпы күрес стилінде өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Ал Брэнсон Рибейроға келетін болсақ, бұл жауынгердің тік тұрып соғысу стилінде өте жақсы деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар әрбір бразилиялыққа тән бұл жауынгердің де джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік, достар. Вот это поворот! Менің ойымша, бұл кездесуде әрине біздің отандасымыз Диар Нұрғожай жеңіске жетуі тиіс. Әрине біз жеңіске үміттенетін боламыз. Менің ойымша, бұл кездесу біздің отандасымыз Диар Нұрғожайдың нокаутымен аяқталуы тиіс деп есептеймін. Тіпті төрешілердің шешіміне барып жатса да мен таңғалмаймын, достар. Біз білетіндей Диар Нұрғожай өзінің UFC-ге апарар жолында Dana White Contender сериясында өткізген кездесуінде қарсыласын нокаутпен жеңгенін білеміз, достар. Сол кезде Dana White'тың өзі жалпы соққы бағыттаудан гөрі Диар Нұрғожай көзін көп жұмған секілді деп Диар Нұрғожайдың кездесу барысындағы келеңсіздіктерін атап өткен болатын. Бұл әрине бұл кездесу барысындағы орын алған Диар Нұрғожай тарапынан орын алған келеңсіз жағдай екенін атап өтейік, достар. Excellent. Well, can't wait to see it again. Congrats on the win and congrats on the contract. Thank you very much. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл әрине осы Fight Night'тағы басты main event, ерлер арасындағы 185 фунт салмақта өтетін керемет кездесу. Нөмірі 8-ші орында тұрған бұрынғы титулға үміткер болған итальяндық Марвин Виттори мен оның қарсыласы 185 пен 205 фунт салмақтарда қатар өнер көрсетіп жүрген грузин жауынгері Роман Долидзе арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың пікірі өте жақын болып отыр. Менің ойымша, бұл кездесуде Марвин Виттори фаворит болуы тиіс. Біз білетіне Марвин Виттори жалпы жан алысып, жан берсетін айқастарда өнер көрсетіп жүргенін білеміз. Оған мысал ретінде Марвин Витторидің соңғы кездесуі, яғни Джаред Канонирге қарсы өткізген кездесуін атап өтуге болады. Ол кездесуде біз білетінде Марвин Виттори төрешілердің шешімімен жеңіліс тапқан болатын. Ал оның алдындағы кездесуінде Марвин Виттори осы Роман Долидзеге қарсы өткізіп, UFC 286 турнирінде төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Ал оның алдындағы кездесуінде Марвин Виттори Роберт Уитакерге UFC Парижде өткен Fight Night'та жеңіліс тапқан болатын. Ал Роман Долидзеге келетін болсақ, Роман Долидзе өзінің соңғы кездесуін UFC 307 турнирінде өткізген болатын. Дәл сол кездесуде біз білетілі Роман Долидзе Кевин Холландты жеңіске жеткен болатын. Ал оның алдында кездесуінде Роман Долидзе Энтони Смитті UFC 303 турнирінде 205 фунт салмақта өткен кездесуде жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдында кездесуінде Роман Долидзе өкінішке орай
Дәл қазіргі сәтте орта салмақта нөмірі 1-ші орында рейтингте тұрған Насурдин Имамовқа жеңіс тапқанын білеміз, достар. Менің ойымша, бұл кездесуде итальяндық Марвин Виттори Роман Долидзе төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. This one's got some heat on it, folks. Vittori Holland under the lights tomorrow on ABC. One more sleep, folks. We'll see you tomorrow. All right, thanks, Sean. Thank you. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында аса ауыр салмақта, яғни 265 фунт салмақта өтетін керемет кездесу. Нөмірі 12-ші орында тұрған Доминикан Республикасының өкілі Валде Кортес Акоста мен оның қарсыласы осы аса ауыр салмақтағы дебютін жасайын деп отырған бұрынғы жартылай ауыр салмақта өнер көрсеткен американдық Райан Спен арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Валде Кортес Акостаны фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені біріншіден бұл жауынгердің осы аса ауыр салмақтағы тәжірибесі Райан Спенге қарағанда өте көбірек. Әрине, Райан Спеннің жылдамдығы Валде Кортес Акостаға қарағанда жоғары болуы мүмкін, бірақ дегенмен де Валде Кортес Акостаның аса ауыр соққылары, сонымен қатар бұл жауынгердің күресі мен грэпплинг стилі Райан Спенге өте үлкен мәселе болуы мүмкін. Біз білетіндей, Райан Спеннің жалпы бокс стилімен тік тұрып соғысу стилінің өте керемет екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің жалпы джиу-джитсу стилінде өте керемет екендігін атап өтейік. Ал Валде Кортес Акостаның жоғарыда атап өткендей, бұл жауынгердің нокауттық күші бар екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилі мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз, достар. Менің ойымша, бұл кездесуде Валде Кортес Акоста Райан Спенді төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. The Salsa Boy, Waldo Cortez Acosta! Достар, аталған кездесулер бойынша ойларыңыз қандай? Біздің отандасымыз Диар Нұрғожай мен Брэнсон Рибейро арасында кездесу, сонымен қатар ерлер арасында орта салмақта өтетін қарымта кездесу, Марвин Виттори мен Роман Долидзе арасында өтетін кездесу, және де Валде Кортес Акоста мен оның қарсыласы Райан Спен арасында өтетін кездесулерге байланысты ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Диар Нұрғожайдың UFC-дағы алғашқы дебюттік кездесуін жіберіп алмайық. Келесі жолыққанша.